Баршаңызға сәлем, есімім Назира, каналыма қош келдіңіз. Бүгін осындай өте жылдам дайын болатын таңғы астың рецептісімен бөліскім келіп отыр. Жасалу жолы өте қарапайым. Бұл асты дайындау үшін маған 3 картоп қажет болды. Картопты үккіштен өткізіп, суға салып, жуып аламын жақсылап. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осылай жасап көріңіз. Өте дәмді, өте жылдам дайын болатын таңғы ас. Болашақта мен жаңа шығатын рецепттерімді жіберіп алмау үшін астындағы подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Енді осы картопқа 1 жұмыртқа, 150 грамм сүт қосамын және араластырам. Енді көкөністерден укроп, базилик қостым. Сосын жарты шай қасық тұз қосып, дәміне қарай бұрыш қосамын және 200 грамм ұнды салып, осылай жақсылап араластырып алатын боламын. Комментарий бөлімінде ой пікіріңізді қалдырып қойыңыз. Және де 200 грамм шұжық қажет болады. Шұжықты осылай жұқайы турап дайындап алам. Сосын 200 грамм сыр, ірімшік қажет. Ірімшікті де осылай үккіштің майда жағынан өткізіп алдым. Енді қызып тұрған табаға сұйық майымды құйып, жаңағы дайындап алған картопты осылай қуырып аламын екі жағын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жасаңыздар. Өте жылдам дайын болады. Таңертеңгі асқа шамамен 15-20 минуттың ішінде дайын болатын дағым. Енді осылай қуырып алған соң, екінші жағын аударып, оның үстіне жаңағы ірімшік пен көк пиязымды салып, сосын шұжықты қойып, шұжықтың үстінде тағы да ірімшік саламын. Мінекей осылай сөйтіп, баяу отта шамамен 3-4 минут баяу отта осылай пісіріп аламын. Өте дәмді болып шығады. Менің видеом ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осылай менімен бірге жасап көріңіз. Видеомды соңына дейін қарағаныңыз үшін көп рахмет. Кездескенше аман сау болыңыз.